Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге пекинский капустадан өте дәмді әрі тамақтың дәмін келтіретін салаттың рецептісін ұсынамын. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен капустамызды жуып аламыз. Бізге тұз қажет болады және ыдыс керек болады осындай. Жуылған капусталарымыздың ортасынан бөліп, 2-ге немесе 4-ге ажыратсаңыздар болады. Мен 4 бөлікке бөлемін, өзіме осылай ыңғайлы. Қаласаңыздар 2 бөлік, қаласаңыздар жапырақтарын жеке-жеке дара алып тұздауға да болады. Енді біз осының жапырақтарын арасына шамалап тұзымызды жағып шығатын боламыз. Өте көп мөлшерде себудің қажеті жоқ, жұқалап жақсаңыздар болады. Күз-қыс айларында үнемі пайдаланатын салаттарымның түрі өте дәмді әрі тамақпен бірге тұтынсаңыздар керемет болып шығады. Барлығын осылай тұзды жағып болғаннан кейін 1 литр шамасында су құйдым. Бұл жерде салқын су. Суын капустаның жарты бөлігіне ғана құямыз, яғни толтырып су құюдың қажеті жоқ. Себебі 2-3 күн тұздалып тұратын болғандықтан капустаның өзінің суы сөлі шығып, жаңағы суымыз көбейіп тасып кетуі мүмкін. Яғни ыдысымыздан шығып төгіліп атады айналасына. Шамалап қана жартылай көлемінде құясыздар. Содан кейін оның бетін ауыр нәрсемен бастырып қою қажет. Мен осындай банкаға су құйып қоятын боламын. Екінші бөлігіне кастрюлемізге су құйып, салқын жерге 3 күн қоятын боламыз. 3 күннің ішінде капустамыз өліп, кәдімгідей жібіп, жұмсарады. Сол кезде екеуін қосып жіберсеңіздер де болады. Міндетті түрде салқын жерде бетін жауып қойыңыздар. Мінекей 3 күн өтті. Капустамыздың барлығын біріктіріп осылай салып қойдым. Капустамыздың өлгендігін, яғни дайын болғандығын, жұмсарғандығын осы капустаны осылай етіп видеодағыдай жасап көрсеңіздер, майысқақ болып келеді, яғни морт сынып кетпейді. Біздің капустамыз дайын деген сөз. Енді жақсылы араластырып, осы тұзды суымыздан алып, бөлек ыдысқа мұздай салқын сумен жақсылап жуып аламыз. Бірнеше рет жуып алсаңыздар да болады. Егер сіз тұзды мөлшерден көп салып жіберіп, капустаңыз өте қатты ащы болып жатырса, 3-4 рет салқын сумен жусаңыз, дәмі өте қатты ащы болмайды. Мінекей барлығын дайындап алдым, 1 рет жуып алдым салқын суға. Ендігі кезекте жаңағы ащы тұздығымызды алып жаға берсек болады. Арнайы менде тұздықтың видео рецептісі бар. Төменде сілтемеге қалдырып кететін боламын. Үнемі осы тұздық бойынша жасаймын жылда. Қолыңызға осындай пакет, салафан немесе одноразовый жаңағы қолғаптарды киіп пайдалансаңыздар болады. Себебі біздің тұздығымыз ащы болғандықтан қолымызды ашытуы мүмкін. Капустамызға біртіндеп осындай етіп жағып шығамыз. Дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай. Бұл салат өте дәмді болып шығады бір жасағаннан. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Өзім жылда үнемі жасаймын. Бұны алғаш келін болып түскенде енем жасайтын. Енді сол салатты әрі қарай өзім жалғастырып жатырмын. Әсіресе қыс мезгілінде кез келген тамақпен өте дәмді үйлесетін салат жасап көріңіздер. Араларына да осылай жағып шығатын боламын. Достар, тұздықтың жасалу жолы өте оңай, қарапайым, қарап жасап көрсеңіздер болады, және сақтау мерзімі де өте ұзақ. Мен мұздатқышта сақтап, өзіме қажет капусталарымды әкеліп, осылай тұздап ала беремін.
міндетті түрде барлығын тұздап болғаннан кейін, тұздығымызды жағып болғаннан кейін бір тәулікке қалдырамын. Себебі ащымыздың дәмі жақсылап сіңуі қажет және өзінің согын шығарады. Тұрған дайын дәмі сіңіп тұратын болады. Егер менің видеом ұнаған болса, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Замира. Сау болыңыздар.